Кітапхана дегенде көз алдымызға не келеді? Тыныш зал, кітап сөрелері және 4 қабырға. Ал егер кітапхана дәл саябақтың ортасында болса ше, қаладағы саябақтардың бірі бір сәтте ерекше кітап әлеміне айналды. Мұнда кітап пен заманауи технология тоғысып, тұрғындарға жаңа әсер сыйлады. Жоба туралы алдағы сюжетте. Ашық аспан астында облыстық және қалалық 17 кітапхананың арнайы экспозиция ұсынылды. Келушілер өңір қаламгерлерінің туындыларын жасанды интеллект арқылы парақтап, цифрлық форматқа саяхат жасады. Ал зерде аймағында әдеби викториналар өтіп, Букасхана бұрышында сұраққа мүлдірмей жауап бергендер ұлттық дәмнен ауыз тиді. Ұйымдастырушылар осылайша оқу процесін қызықты ойынға айналдырған. Бұл жобаның ерекшелігі біз тек қана кітапхана ғимаратында емес, бұны ашық аспан астында біздің тұрғындарға осы кітапты насихаттау, кітап оқитын ұлт қалыптастыру мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Бұл жобаға бүгін күні Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы, Қонаев атындағы балалар және жасөспірімдер кітапханасы, облыстық көзі көрмейді және әзіз көретін кітапханасымен қатар біздің қалалық 17 кітапханамыз атсалысып отыр. Жобаның тағы бір маңызды бөлшегі инклюзивті орта қалыптастыру. Көзі нашар көретін азаматтар үшін саябақтың шахмат алаңында Braille қарпіндегі арнайы әдебиеттер мен тактильді аймақ жұмыс істеді. Табиғатта кітапхана бізге осы көз көру қабілет бұзылған адамдарға келесі мүмкіндіктер беріп отыр, көріп отырмыз. Мынау аудио кітаптарды тыңдауға болады. Аудио кітаптар құлаққап арқылы. Одан кейін аудио кітаптар бұрынғы уақытта қолданылған аудио кітаптар, бұл портативті кассетада жазылған кітаптар. Одан кейін QR код арқылы қазіргі телефонмен тыңдауға болады. Мәдени іс-шара тек көрмемен шектелген жоқ. Кез келген тұрғын ұнаған шығармасын бірден оқырман формулярына тіркеп үйіне алып кетті. Ал жеке қорын байытқысы келгендер үшін саябақ ішінде арнайы кітап жәрмеңкесі ұйымдастырылып, отандық баспалардың үздік туындылары сатылымға шығарылды. Мөлдір Аунбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Құстобек, 24 News.